Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Бұл өрнек өзі бір аяқ қатардан тұрады, мінекей. Сол ішінде де екі беті де бірдей, мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік. Мен мына жерде 11 көз алдым, және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал бісміллә деп бастайық. Мінекей бірінші көзді іліп аламыз. Енді мына жерде мынау бірінші мен екінші көздің екі ортасынан осылайынан ұзын жіпті тартып алып, мына екі оңды екеуін бірге осылайынан оңға тоқимыз. Сөйтеміз да, мынау сол білдекешке ауыстырып жібереміз да, тағы да келесі мынау үшінші көзбен екеуін бірге оңға тоқимыз. Сөйтеміз да, бір жібіліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейін. Бірінші мен екінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып алып, мына екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де осы көзді мынау сол білдекешке ауыстырып жіберіп, келесі мынау үшінші көзбен екеуін бірге тағы да оңға тоқимыз. Сөйтеміз де бір жібіліп аламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, бар болғаны осы. Мінекей, оң бетінде тоқып шықтық енді. Мінекей. Енді теріс бетінде де дәл осылай тоқитын боламыз. Бірінші көзді іліп аламыз. Мінекей, мынау ілбаған жіпке қарамай-ақ, бұнда да бір көздеп есептеуге болады. Осы ілбаған жіппен мынау теріс көздің екі ортасына мінекей бір жіпті іліп алдық. Мінекей, мына жақтан тағы да бір жіпті іліп алып, мына екі көзді екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де осы көзді мынау сол білдекешке ауыстырып жіберіп, келесі мынау үшінші көзбен екеуін бірге оңға тоқимыз. Бір жіпті іліп аламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Енді тура дәл осылайынан әрі қарай жалғастыра беретін боласыздар. Сол кезде осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.